Әне арзаншылық, әне ұмытшылық деп бұны айтса болады. Әз достар, экранға жақын отырамыз. Құдай қаласа бір жақсы жерден арзан бағаға, өте арзан бағаға бір зор жеріміздің видео шолуын түсіруге келгенбіз. Көріп тұрғансыздай времянкасы бар. Диқаншылық, шаруашылықпен шұғылданамын. Маған кең жер керек, тыныш жер. Тыныш жерде өзім қалегендей үй салып аламын, кең жер керек дейтін болсаңыз, бұл жерде сізге ұсыныс етеміз. Яғни жер майданы 18 сотық. Мына көріп тұрған шелден мінекей осы заборға дейін келіп тұр. Забор қалады. Мейведен неде времянкасы 2 комната бар екен, енді документке ісленген, бірақ әзіргі уақытта қора есебінде пайдаланып атырған екен. Қалады солай. Әлбетте бағасы келісімді, 65 миллион сом айтамыз. Құдай қаласа келісіп қайтып пайғаз пұлыменен береміз деген жері болып жатыр. Мынандай жер кімге қызық болса, экрандағы номерлерге хабарласамыз. Жер майданы 18 сотық деп айтылды. Енді бір зор тарапы соның 6 сотығы документі ісленген, қалғаны өзінің жеріне қосып істеп алуға болады дейді. Бірақ бұны қорқудың керегі жоқ. Мына көріп тұрған шелдің ар жағында ізекеш болғанлығы себеплі бұл жерге жайға ямаса басқа жерге жер қырып, жер 65 миллионға арзан ямаса қымбат, өзіңіздің ойыңызды жазып кетесіз. Меніңше, менің өзімнің ойлауым бойынша бұл 65 миллионға өте тиімді. Себебі білесіздер, қазіргі уақытта аукционнан жер алсаңыз да кемінде 50-60 миллион сом болады. Олай болса, бұл видеоны жер іздеп жүрген, ауылдан жағадай тыныш жерден жер іздеп жүрген достарға жібереміз. Енді адреске өтетін болсақ, Әдебиет АПЖ, бұл тарапта Тіркіш, осы главный көше делініп жатыр. Осы Әдебиеттан, Тіркіштен жер керек болса, беймәлел осы планды алып қалсаңыз болады. Үйіміз болғанда жер жайымыз, жер жайға қолай, жақсы жер сатуға шығып жатыр достар. Жер майданы 18 сотық, соның 6 сотығының документі ісленген. Олай болса, сатып алуға бәрі шағырып қаламын.